Hello my friends. Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз сілтеу есімдіктері. With those. Ана орындықта отырған қыздың орнына өзіңізді қоясыз. Енді мына мысалдарды қарайық. These are books. Мыналары кітаптар. Those are flowers. Аналар гүлдер. Яғни these деп сіз дәл қасыңызда тұрған затқа айтасыз. Ал those деп сізден қашықтау тұрған заттарға айтасыз. These сілтеу есімдігі мыналар. Are көпше түрдегі to be етістігі. Book кітап. Books кітаптар. Is көптік жалғауы. Ал those аналар. Are to be етістігі көпше түрдегі. Flower гүл. Flowers гүлдер. Is көптік жалғауы. Енді болмыс түрінде мыналар журналдар емес деп айтайық. These aren't magazines. Мыналар журналдар емес. These сілтеу есімдігі. Aren't дегеніміз are not деген сөздің қысқартылған түрі. Magazines журналдар. Those aren't trees. Аналар ағаштар емес. Енді сұрақ қойғанда қалай қоямыз? А, би етістігі, яғни алдына шығып кетеді да, сілтеу есімдігімен зат есім қалады. Are these books? Мыналар кітаптар ма? Иә, иә дәл солай. Are those flowers? Аналар гүлдер ме? Иә, олар гүлдер. Енді сұрақ қойғанда болымсыз түрде қалай жауап береміз, соған назар аударайық. Are these magazines? Мыналар журналдар ма? No, there aren't. Жоқ, олар журналдар емес. Are those trees? Аналар талдар ма? Ағаштар ма? No, there aren't. Жоқ, олай емес. Достар, бүгінгі біздің тақырып сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Яғни these, those, мыналар, аналар деп көпше түрде заттарды қалай нұсқап айтамыз, сол жайлы өттік. Сабақ түсінікті болса, комментарийге түсіндік, рахмет деп өз ойларыңызды қалдырыңыздар. Ал түсінбесеңіздер, оны да жазыңыздар. Мен сіздерге жекелеріңізге шығамын міндетті түрде.